Сәлеметсіздер ме? Балабақша медбикесі каналына қош келдіңіз. Бұрын балабақша медбикесі болып жұмыс жасамасаңыз, менің каналым сізге пайдасы тиер деген ойдамын. Алдыңғы уақыттарды қарасаңыз, өткен уақыттардағы видеоларды қарасаңыз, көптеген пайдалы ақпараттар бар. Журналдардың жазылу үлгілері, асханаға керекті талаптар, маркировкалар, бұйрықтармен таныстырылған. Сол видеоларды қарап шықсаңыз, менің еңбегімді бағалап, лайк баса кетсеңіздер, комментарий жаза кетіңіздер, маған мотивация болады. Бүгінгі балабақша медбикесі балалар денсаулығын сақтау мен нығайтуға жауапты маман. Оның жұмысы тек қана медициналық бақылау ғана емес, сонымен қатар бірге балабақшаның санитарлық гигиеналық талаптардың орындауының ата-аналар мен тәрбиешілермен тығыз байланысты болуды қамтамасыз етеді. Жұмысты неден бастау керек? Медбике өз жұмысын дұрыс ұйымдастыру үшін келесі қадамдарды орындау тиіс. Балалардың денсаулық уақытылы қаратылуын, балабақшада балалардың жылына бір рет профосмотрдан өтіп тұруын, және де өз жасына сай екпелердің алуын барлығын қадағалап, өздерінің жергілікті тұрғынлықты емханаларына жіберіп отыру қажет. Балалардың осы зертханадан өткен жылына бір рет гельминттерге анализ тапсырылуларын, және де жылына бір рет профосмотрдан өтуін қатты қадағалауымыз қажет. Қажетті құжаттарды реттеу керек. Медициналық журналдарды, алғашқы көмек көрсету журналы, күнделікті тексеретін журналдарын жазып жүру керек. Жұмыс орнын ұйымдастыру, медициналық құралдар, дәрі-дәрмектер, санитарлық гигиеналық құралдар мен жұмыс орнын жабдықтау. Гигиеналық нормаларын қадағалау, балабақша бөлмелерінің тазалығын, ойыншықтардың дезинфекцияланғанын және күнделікті ойыншықтардың жуылғанын, ойыншық жуу ережелері менің YouTube каналымда бар. Қалай жуу керек? Бірінші өзіміз көрсетуіміз керек, өзіміз үйретуіміз керек тәрбиешілерге, және де соны күнделікті талап етуіміз керек. Жеке бас гигиеналарын қадағалау, балалардың аптасына бір рет дүйсенбі күні балалардың шаштарын, тырнақтарының дене тазалықтарын, құлақтарын барлығын қадағалаймыз, және де күнделікті дене қызуын, температурасын қадағалаймыз. Балалардың және де тамақтарының қызарулар бар ма, жоқ па, алдын ала асқынбауын болдырмас үшін, балаларға бір-біріне жұқпас үшін соларды қадағалап тексеріп отырамыз. Ондай жағдай болатын болса, балаларды үйлеріне қайтаратын боламыз. Медбикенің негізгі міндеттері: балалардың денсаулық жағдайын бақылау, күнделікті таңертең балаларды сыртқы жағдайын тексеру, дене қызуын өлшеу, ауру белгілерін анықтау. Және мен жаңағыдегідей айтып кеткендей, солай байқайтын боламыз. Вирустық инфекциялар мен басқа аурулардың алдын алу үшін алғашқы көмек көрсету. Балабақшада болған жарақаттар мен шұғыл жағдайларда көмек көрсете алуымыз қажет. Аллергиялық реакция болуы мүмкін. Қазір пищевая аллергия, тағамға деген аллергия деген қатты өршіп тұрған жағдайда, оны алдын ала біз көмек көрсете білуіміз керек. Тамақтандыруды бақылау, балаларға арналған тамақтану мәзірінің тегерімді және денсаулыққа қауіпсіз болуын қамтамасыз ету. Ас дайындау процесінің санитарлық нормаларды сақталуын бақылау. Демек, біз аспазшымен үнемі байланыста боламыз. Асхана қызметкерін үнемі бақылаймыз, қадағалаймыз. Ол жерде тамақтан уланудың белгісі болмау үшін, алдын алу үшін санитарлық гигиеналық жағдайды қадағалаймыз. Және де аспазшының қолының жууының өзінің күнделікті қарайтын боламыз. Және де аспазшының қолдарын іріңді жарақатты ауруларына тексеретін боламыз. Және де бізде аспазшы ауырмау қажет. Вирустық инфекциялық аурулардан болмау керек. Ата-аналармен және жұмысшы тәрбиешілермен тығыз байланыста боламыз. Балалардың денсаулық жағдайы туралы ата-аналармен ақпарат беру арқылы, тәрбиешілерге санитарлық гигиеналық талаптар туралы кеңес беру, медициналық профилактика, иммундау, вакцинациялау кестесін қадағалау, денсаулық сақтау бойынша ақпараттық түсіндірмелік жұмыстарын жүргізуіміз қажет. Неге дайын болу керек? Медбике күтпеген жағдайларға дайын болу керек. Аурулардың өршуі, жұқпалы аурулардың алдын алу үшін шұғыл шаралар қабылдау. Төтенше жағдайларға қауіпсіздік ережелерін білу, эвакуация кезінде қажетті көмек көрсету. Көп балалы ұжымымен жұмыс, тәрбиешілермен, ата-аналармен және басқа мамандармен тиімді қарым-қатынаста орындатуымыз қажет. Балалар психологиясын түсіну, баланың күйзелісті жағдайларын түсініп, оларға моральдық қолдау көрсету.
Балабақша медбикесінің қызметі үлкен жауапкершілік талап етеді. Көзге көрінбегенмен қаншама міндет біздің мойнымызда жатыр, және де соны өзіміз талап етуіміз қажет. Үлкен жауапкершілік талап етеді. Оның жұмысы балалардың денсаулығын сақтау ғана емес, олардың қауіпсіз және жайлы ортада өсуіне бағытталған. Сондықтан медбикенің өзінің міндеттері тиянақты орындап, заманауи медициналық білімдер мен практикалардың қолдануға дайын болу қажет. Балабақша медбикесі балалардың өмірі мен денсаулығын жауапты маман болғандықтан, әртүрлі күтпеген жағдайларда алғашқы көмек көрсетуге дайын болу керек. Алғашқы көмек көрсету қажеттілігі туындайтын жағдайлар келесідей болуы мүмкін: жарақаттар мен жаралар, қан кету, сынықтар мен шығулар болуы мүмкін, күйіктер болуы мүмкін, тыныс алудың қиындауы немесе тоқтауы болуы мүмкін, улану болуы мүмкін, аллергиялық реакция болуы мүмкін, талықсу немесе есінен тану, температураны көтерілуіне немесе қызба кезінде, эпилепсия ұстамасы кезінде, күн немесе жылулық соққы және күн өтуден, шұғыл инфекциялық жағдайлар кезінде алғашқы көмек көрсете білуіміз қажет. Ең біріншіге тоқтала кететін болсақ, балабақша медбикесінің барлығы өмір денсаулығын жауапты адам болғандықтан, жарақат кезінде кесу, сызу заттар, қан тоқтату үшін зарарсыздандырған таңғыш қолданған және антисептикалықпен өңдейміз. Қан кету: егер қан тоқтамаса, жарақаттан жоғары жерге тығыз таңғыш байлау, жгут. Мұрыннан қан кетсе, баланы еңкейтіп отырғызу, мұрынға салқын компресс қою арқылы тоқтатамыз. Сынықтар мен шығулар: зақымданған жерді қозғалтпау үшін оны бекіту, шина салу немесе жедел жәрдем шақыру. Ата-анасына ескертеміз. Күйген жағдайда күйген жерді салқын сумен жуу, 15-20 минуттай зарарсыздандырған таңғыш қою, май жағуға болмайды. Химиялық күйген кезде заттың түріне байланысты күйген жерді таза сумен және дереу медициналық көмекке жүгіну. Тыныс алудың қиындауы немесе тоқтауы: баланың тыныс алуы тоқтаса немесе ауыз-мұрны бөгде зат кірсе, арнайы әдістермен тыныс жолдарын босату, жүрек-өкпе реанимациясын жасау, массаж жасау және жасанды тыныс беру. Улану: тамақпен улану, бала таза су беру, құстыруға тырысу егер қауіпсіз болса. Химиялық затпен уланса, ауыз қуысын шаю, таза сумен шаю, құстыруға болмайды. Газбен уланса, баланы таза ауаға шығарып демалуын бақылау. Аллергиялық реакция болса, тері бөртпелер немесе құшу болса, антигистамин дәрі беру дәрігердің кеңесімен. Анафилаксия: ауыр аллергия болса, бала тыныс ала алмай жатса немесе қатты ісіну байқалса, егер енгізу жедел жәрдем шақырамыз. Талықсу, есінен тану: баланы жатқызып, аяқтарын жоғары көтереміз, таза ауаға шығару немесе бөлмені желдетеміз. Егер бала есін жимаса, жедел жәрдем шақырамыз.